Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен Айсұлу Исатай, арнама қош келдіңіз. Міндетті түрде тіркеліп, видеоларды бағалай кетіңіз. Күн сайын жаңа рецепттер, қарапайым, оңай рецепттер шығып отырады. Сондықтан міндетті түрде қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Бүгін сіздермен өте оңай 5-10 минутта дайын болатын табада, ешқандай духовкасыз пицца дайындайтын боламыз. Өте тез, өте керемет болып шығатын болады. Алдымен 3 жұмыртқаны алып, оның үстінен кішкене айран қосып, одан кейін майонез қосып, жақсылап араластырып алыңыз. Мен бірден 2 пицца үшін қамыр жасап жатырмын, соны ескеріңіз. Ал описанияға бір пиццаға құрам жазып кететін боламын міндетті түрде. Енді ұныңызды аз-аздан қосып, осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алыңыз. Бұның қамыры блинның қамырын еске түсіреді. Текстурасы да соған ұқсас болып шығу керек. Енді қызып тұрған табаға осылай орналастырып алып, одан кейін кішкене 1 минут, 2 минут тұрғаннан кейін кетчуп немесе томатный пастаны осылай жағып алыңыз. Одан кейін салмасын орналастырыңыз. Әрине салмасы өз қалауыңызша. Мен шұжықтарды қойдым, одан кейін моцарелла сырын орналастырып шықтым. Енді жабық қақпақта 4 минуттай отта ұстайтын боламыз. Өте тез дайын болады. Ал екіншісін дәл солай табаға құйып алғаннан кейін, кішкене қызарғаннан кейін құймақ секілді аударып, кетчуп жағып, одан кейін жаңағы салмаларын дәл солай салып шықтым. Бұның айырмашылығы біреуін үстіңгі бетінде қызартып қуырдық, ал екіншісінде тек бір астыңғы бетімен ғана пісіріп алдық. Екеуі де өте дәмді болады, екеуі де өте жұмсақ, керемет ерекше дәмді болып шығады. Тіске басар ретінде балаларға тез жей қоюға, таңғы асқа да дайындап берсеңіз, өте керемет дәм болып шығатын болады. Міне жұмсақ, әп-әдемі хош иісті пиццаларымыз дайын болды. Міндетті түрде қазір кескен түрін көрсететін боламын. Өте тез 10 минут, бас-аяқ 10 минутта пиццаңыз дайын болады. Енді балаларға күттірмейтін, өте тез дайын болатын тіске басар болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Видео ұнаған болса, міндетті түрде пікіріңізді, лүпіліңізді қалдыра кетіңіз. Бұл мен үшін өте маңызды. Алда да сіздерге осындай қарапайым, ерекше рецепттерден бөлісіп отыратын боламын. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Келесі видеоларда жолыққанша.